Заңдағы ең негізгі жаңалық мемлекеттік сатып алулар веб-порталын пайдаланудың ақылы түрге ауысуы. Яғни ендігі үкіметтік емес ұйымдар жасалып отырған шарт негізінде жылына бір рет қызметтің құнын төлеулері тиіс. Жарна бағасы 1 миллионға дейін жылына 1 айлық есептік көрсеткішті, ал 10 миллионға дейін жылына 10 айлық есептік көрсеткіш, 100 миллионға дейін 20 айлық есептік көрсеткіш болса, 1 миллиардқа дейін жылына 60 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Қазіргі таңда мемлекеттік әлеуметтік сатып алу көздерінде қандай өзгерістер бар, заңда қандай өзгеріс, осыны түсіндіру үшін біз үкіметтік емес ұйымдарды оқытып жатырмыз. Яғни олар бір жүргізіп жатқан шараларға мемлекеттік тапсырысқа дұрыс қатысу үшін. Ең бірінші бұлардың алдына тұрған мақсат сол құжаттарын дұрыс тапсыру керек. Мемлекеттік сатып алудағы ерекшеліктер мен салаға енгізілген заң өзгерістері туралы айту мақсатында арнайы сарапшы шақырылды. Ол өз тәжірибесімен бөлісіп, мемлекеттік сатып алуда кездесетін проблемалардың шешу жолдарына тоқталды. Айтуынша, сатып алу тәртібіне енгізілген өзгерістер тауарлар мен қызмет көрсету сапасын жақсартып, мемлекеттік сатып алулардың ашықтығын қамтамасыз етуге оң ықпалын тигізеді. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлықпен күресудің ең тиімді тәсілі дейді ұйымдастырушылар. Мемлекеттік сатып алу жүйесі электрондық тәсілдерге көшілді. Ешқандай енді қағаз құжаттар жоқ сатып алу саласында. Демек, біздің уәкілетті өнім берушілердің және тапсырыс берушілердің арқасында ешқандай қарым-қатынас, контакт дейміз ғой, жоқ. Бәрі веб-портал арқылы жүзеге асырылады. Семинарға үкіметтік емес ұйымдар мен қала және аудан жастар ресурстық орталықтарының өкілдері қатысты. Айта кетелік, мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін өнім берушілер gossakop.gov.kz порталына кіріп, толық ақпаратты сол жерден ала алады. Айдана Дастан, Мұрат Төкенов, Роман Капылов, Сарыарқа телеарнасы.